Құрметті оқушы, мен сізге мынандай керемет сабақ және қазақ хандығының құрылуының, қазақ ұлттық мемлекетінің құрылуының тарихи маңызы туралы мәліметтер бермекшімін. Сонымен, қазақ ұлттық мемлекеттік құрылуының тарихи маңызы. Біріншіден, әр хандықтың билігінде ел болуды аңсап жүрген ру тайпалардың қазақ ұлты болып қалыптасуы аяқталды. Екіншіден, қазақ мемлекетінің біртұтас ұлттық саяси әкімшілік жүйесі құрылды. Үшіншіден, бұл құрылған мемлекет өзінің шаңырақ көтерген жерінде отырып қалмай, бүгінгі таңдағы шекарамызға дейін жер аумағын кеңейтті. Төртіншіден, өзін қоршап жатқан үлкенді кішілі мемлекеттермен терезесі тең дәрежеде қарым-қатынас орнатты. Бесіншіден, әлеуметтік экономикалық мәдени жағынан өзіндік салт дәстүрі мен әдет ғұрпы, діні, ділі бар ел санатында даму жолына көтерілді. Сөйтіп, болашақта еркін елге айналды. Құрметті оқушы, қазақ хандығының, қазақ ұлттық мемлекетінің құрылуының қанша тарихи маңызы бар дейтін болса, 5 тарихи маңызы бар деп жауап беріңіз. Мен олардың барлығын сізге жоғарыда атап шықтым.